9 маусым Қазақстан Республикасының президентін сайлау күні. Бұл үлкен саяси додаға Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының атынан экономика ғылымдарының докторы Төлеутай Рақымбеков республика президенттігіне үміткер ретінде қатысуда. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің дамуын жеделдету, қоғамды демократияландыруға бағытталған әлеуметтік-экономикалық саясатты жүзеге асыру, әлеуметтік әділеттілікті орнату, нарықтық экономиканы қалыптастыру, ауыл шаруашылығы өндірісінің басым бағыттарын дамытуға ықпал ету міндеттерін алға қойған Төлеутай Рақымбеков Жәңгір Хан университетінің студенттерімен кездесіп, сайлау алды бағдарламасын түсіндірді. Сондай-ақ ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының коммерциялық емес акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Төлеутай Сатайұлы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің білім жүйесі, оқу барысы, ғылыми жетістіктері мен зерттеу орталықтарының жұмысымен танысты. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Бұл күн 1997 жылдың сәуір айының 5 жұлдызында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен бекітілді. Өткен ғасырдың жаппай қудалау кезінде Қазақстаннан 103 мыңнан астам адам саяси қуғын-сүргінге ұшыраған, 25 мыңнан астамы ату жазасына кесілген. Олардың арасында ұлт зиялылары, ғалымдар, мәдениет, қоғам қайраткерлері және олардың отбасы, туған туыстары да болды. 1932-1933 жылдар аралығында ең кемі 1,5 миллион қазақ аштықтан ажал құшты. Ал елді кезген зауалдан аман қалған қазақтың 200 мыңы жосып, басқа мемлекеттерге көшіп кетті. Сол жылдары нәубетке шарпылмаған, аштық тауқыметін тартпаған қазақ қалған жоқ. Тіпті кейбір ауылдар түгелімен жоқ боп кетті. Мұның барлығы кеңестік биліктің тоталитарлық саясатының қолдан жасаған зұлматы. Бүгін Орал қалалық зиратында нәубетті жылдары жазықсыз жапа шеккендерді еске алу үшін облыс әкімі Алтай Сүйдірлі Көлгінов пен облыстағы бірқатар мекеме ұжымдары жиналып гүл шоқтарын қойды. Әміршіл әкімшіл жүйенің жендеттері қатыгездікпен жазалаған отандастарымыздың рухына аза тұтуға Жәңгір Хан университетінің ұжымы да қатысып тағзым жасады. Біз бүгінгі бейбіт өміріміз бен тәуелсіз еліміздің өткен тарихының қанды беттерін ұмытпаймыз. Кернеп тұр жаным арасында дос жарың туыс туғаным ән мен жыры бие жалы сөз бен сыя кіргізер сәнін думанын есіңнен кетпейтін еш нәрсе жетпейтін ең бақытты күн туған күн